Рептилоидтар немесе рептилоидтар теориясы. Адамдарды басқаратын кесіртке немесе рептилоид. Қазіргі таңда әлем бойынша миллиондаған адамдар рептилоидтардың бұрыннан бері жер шарын бізбен бөлісіп келе жатқандығына сенеді. Нақтырақ айта кетсек, рептилоид деп бұл жерде ақыл есі адамдікі секілді дамыған кесіртке бейнесіндегі өзге ғаламшарлықтарды сипаттаудамыз. Егер сіз біздің нені меңзегенімізді түсінсеңіз, онда ары қарай жалғастырайық. Жер шарын осы мақұлықтар басқарады деген теория бар. Мысалы, әлемдегі барлық политика, дін, экономика, ақша айналымы, музыка, ғылыми жұмыстар секілді тағы да көптеген басқа салаларда осы мақұлықтардың қатысы бар. Оларды қалай анықтауға болады және кімдер анықталғанын көрейік. Көшеде сұр футболка мен кең джинсы киген толықтау жас жігіт итін қыдыртып өзімен өзі кетіп бара жатыр. Бұл жерден қандай ерекшелік бар деп ойлайсыздар? Мұқият қарасаңыз, онда оның аяқтары жаяу жүргенде алға қарай бүгілгендігін байқауға болады. Бұл адам Фейсбуктың негізін қалаушы миллиардер Марк Цукерберг. 2016 жылдың маусым айында Facebook пайдаланушылармен өткізген бейнеконференция кезінде одан бетпе-бет «Сіз адам бейнесіндегі кесіртке емессіз бе?» деп сұраған болатын. Бұл сұраққа «Жоқ» деп жауап беремін, деді Цукерберг. Сол 1-2 секунд өтер-өтпес уақыт аралығынан соң ернін жалап, «Мен рептилоид емеспін» деп бұл тақырыпты ақымақтық ретінде қарап, басқа сұрақтарға жауап беруге көшіп кетті. Алайда көрермендер рептилоидтар туралы айтқан кезде Цукербергтің жүйке жүйесі сыр бергендігін байқаған болатын. Фейсбуктың негізін қалаушы Марк кесірткелерге байланысты жалғыз атақты күдікті емес. Ұлыбритания патшайымы Елизавета II де бұл тізімде бар. Көріп отырғаныңыздай, Елизавета II де кесіртке адам болуы мүмкін. Тағы да бір видео мысал келтірсек. Американдық диктор Ауғанстандағы америкалық әскерилердің жағдайы туралы айтып жатып, камераға қарап, аяқ астынан көзін ашып жұмған кезде адамдыкіне ұқсамайтын суыққанды көзбен қарап қалған еді. Біз сізді әлемде болып жатқан осындай кішігірім бір қызық теориямен таныстырғымыз келді. Бұл жағдайлардың барлығы тек қана теория. Осы материалдар кешке достарыңызбен айтатын қызықты әңгіме болады деп ойлаймыз. Өз басым бұл теорияны жоққа шығармаймын. Бірақ бір нәрсеге келісуім қиындау. Бізден де ақыллылар болса, онда олар осындай болмашы қателіктерге жол беруі ол енді тым ақымақтық секілді. Және Маркты рептилоид дегеніне күлкім келеді. Ол ең жас миллиардер болғандықтан, көп адам оған тісін батырғысы келіп тұрады. Бұл шындық. Марктың жазбаларын өзгертіп, болмашы нәрселерге айыптағаны желіде көп болған. Қазіргі кезде фото, видео монтаж жасайтын бағдарламалар көп. Сіздермен болған Фараби және естеріңізде болсын. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді.